Екеуіңіз бұл жерде енді тату тәттісіздер, бірге аңдар бағына барғансыздар, барлығы жақсы болған сияқты, бірақ қазір Айгерімні де мүлде көңіл күй жоқ. Айгерім, не болды сізге? Иә, Балауса ханым кешегі күнге дейін бәрі идеальный болып келген. Кеше таңертең маған Жамболат жазған еді, сәлем қалайсың деді. Одан кейін неде сторисына Инстаграмда Тимур түсіріп қойыпты, бір нәрсе білдіріп жүр деп. Сонымен кешке дейін ойланып отырдым, не білдіріп жүр екен, бұл бала не істеп жүр, маған айтпай деп ше. Сонымен кешке бейтаныс бір адамнан әлеуметтік желіде информация келді. Бұл кісі Нұржан деген кісінің үміткері Сабина дейтін қызбен кафеде жүр. Ол қызға гүл берген, білмеймін, қасында отыр, жыланы, ана қызда да бір не жоқ екен, ұят жоқ екен ше. Тимурда да вообще түрін көрініп тұрған жоқ, қазір осы отырғаны ше. Жек көріп отырмын кәдімгідей сені бар ғой. Былайша айтсайықшы, сол айтқан дүниеңіз бізде де дәл қазір бар екен. Біз қазір көріп алайықшы. Көрерменге түсінікті болсын. Сәлем достар, дәл осындай қызықты видеоларды жібермеңіз үшін менімен бірге болыңыздар. Және де сенің бұл қылығы үміттеріне мүлдем жақындады. Өткен жолы келген үміткер қызға. Өткен аптада Нұржанға үміткер болып келген қызбен Тимур көзге түсіп, біраз елді шулатты. Не көрініс, Тимур? Түнімен ұйықтай алмадым, осыны көрдім да. Түнімен жылап шықтым, шыны керек бар ғой. Қазір бүкіл халық ойлайтын шығар, жігіт үшін жылап отыр деп. Жоқ, өзің шақырып алдың, Тимур. Мен сенің артынан келген жоқпын. Өзің шақырып алып осындай бір жеркенішті тірлік істейтіндей мен саған не істеп қойдым, айтшы. Сонда сенің ойыңдағы қыз, сенің қалауыңдағы қыз, сол клубқа баратын қыз болып тұр ма? Мен саған іш пыстырып жібердім ба, сонда сен ішін пыстырарлықтай болып кеттің ба? Және сурет бар екен. Бұл суретте түсінгенім бойынша бұл біздің қатысушымыз Аяулымның сторисы сияқты Инстаграмдағы. Қазір көрсек, бұл жерде сурет. Және суретте бір-бірлеріңізге жақын отырсыздар. Енді тіпті қыз бен жігіт сияқты әңгіме айтып отырсыздар. Балауса мен түсіндіріп кетейін, бірақ енді Айгерімнен сұрағым отыр, қолымда алмайтындай нәрсе емес қой бұл енді. Сіз өз ісіңізге жауап берсеңізші, бұл не жүрсіз, бұл қайда жүрсіз? Балауса біз өткен күні кешке кездесіп қалған болатынбыз, Сабина Аяулым подругасымен болды. Біз негізі Гүлшоқтарымен арнайы барып тұрсыз ғой, сіздер негізі танисыздар ма бір-бірлеріңізді? жоқ, ондай қатты араласпаймыз Балауса. Енді не үшін гүлшоқтары? Гүлшоқтары берілу керек болды. Содан кейін берілді. Қалайсына берілу керек болды? Сол қызға сізмен сөйлесіп отырсыз жанында. Не мақсатта, не үшін айтсаңызшы? Ол Деген сұрақтан мына жерде. мен басында айтқан болатын, дос баламен бардым. Негізі ол кезде Қандай дос балаңыз? Біз танимыз ба? Иә, сіздер танисыздар. Кім? Ғалымжанмен барған. Енді сұрақ Балауса Жоқ, енді ханым. сұрақ болғанда айтып жіберейін, Бұл Айдана. кісілерді не байланыстырады? Аяулым мен Ғалымжанды не байланыстырады? Бұл кісі мен Тиманы не байланыстырады деген сұрақтар Жоқ, мен енді түсіндіре кетейін. Мүлдем түсініксіз. Ол жерде біз айтып отырмын ғой, мен сөздің басында айттым, Ғалымжан екеуміз біз олар келмей тұрып отырғанбыз. Біз Ғалымжан екеуміз отырдық, шығатын уақытта Аяулымдар келіп қалды. Ғалымжан кету керек болды, ол кезде менен танығаннан кейін әңгіме айтып қалғаным бар ол жерде. Гүлді қайдан алып келдіңіз? Гүл қайдан шықты? Гүлді Алдындағы су секілді мәселе ма? Балауса ханым бір нечайно су төгіліп кеткен бар еді, бұл да бір сондай бір гүл пайда болды ма ғайыптан деген сұрақ болып тұр. Жоқ, мен түсінбей отырғанымда, өзің шақырып алып, осындай тірлік істейтіндей мен саған не істеп қойдым? Ғалымжан, сіз не істеп жүрсіз ол жерде? Негізі мен кейін негізі Тараздан. Олар босамай кетті. Оған дейін не істеймін, бір жерге барып отырайын. Тимада қалада жүр екен, давай бір жерге барып отыра салайық дедім, Абайым бойында бір жер. Сонымен Тимамен отырдым. Ана дос балдарым хабарласты маған. Қайдасың деп. Мен осындай жерден Сізге гүл деген. беріп жатқан кезі оғаш көрінді ма? Мен ол ситуация болған жоқ, мен кетіп қалған екен болып тұр ғой енді. Ол кезде болған жоқсыз. Иә. Айгерім, не болды, жыламаңызшы. Жоқ, мен просто ойыншық көріп тұрмын, мен вообще миыма кірмей жатыр да. жоқ, Айгерім ешқандай да ойыншық емессің. Өзің шақырып алдың осы жерге. Балауса ханым, айта кетсем болады ма? Айгерім мен үшін ешқандай да ойыншық емес. Мен оны тағы да қайталап өзіне айтқым келеді. дұрыс. Мен Айгерімді ұнатып шақырдым мен осы жерге. Мен Айгерімді қазір танудан атам. Біздің арамызда Сабинамен түсіндіріп кетейін. Ақталып жатыр. Бізде ешқандай Бұл байланыстырмайды. таныстық соңына дейін бара ма достар? Өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Қандай екен ескерткен болатынмын. Қыз құмар, қыз көрсе өзің ұстай алмай қалады деп ше. Сол кезде ескерткен кезінде өзіңізге қатты сенімді болды да, мен сізге айттым, осылай болатын, алдын ала болжап айтқан болатынмын, жаным ашығаннан ше. Енді мына жерде менің ойымша Тимурдың самооценкасы өте төмен сияқты ше, төмен болғандығы да того, андайда өзіне өзі солай самооценкасын көтеремін деп сөз берген сияқты. Мына қызбен бірінші көремін, ол қыздан кейін мына қызбен көремін. Солай барлық қыздар менің арқамнан қалмаса, барлығы мен үшін жылап отырса, сол кезде мен крутой боламын деген сияқты өзіне солай сөз берген сияқты да. Сондықтан да сізге айтатыным, егер намысыңыз болса, мына жерде тоқтатып кете салыңыз деп айтқым келіп отыр да. Өйткені Тимур сізді егер қалатын болсаңыз, ары қарай да осылай ойыншық қыла береді. Мен Айгерім тоқтат жатсың, Айгерім тоқтатпау үшін мен бәрін жасай беремін.
ешқашан әйгерімді тоқтатпайтындай, мен оны одан сайын баурайтындай әрекеттер жасай беремін. параллельно істей береміз Енді мына ситуацияны түсіндіріп кетейін. Ол жерде біріншіден гүл менікі емес, енді ол қалай болды бәрін айта кетейін, сіздерге қатты қызық болып бара жатыр ғой. Ол жерде біз енді отырғаннан кейін бірінші аяулымдар бізге келген болатын. Ол истористі аяулымды салған болатын. Видео жасауда аяулымның ұсынысы болғаннан кейін мен бас тарта алмадым. Бізге видео жасау керек болды. Гүлді мен ешқандай олға берген жоқпын. Мен алған гүл емес ол. Басын ашып айтып алайын. Кім алған гүл ол? Гүл ол просто қыздардың өзімен бірге болды ол гүл. Мен просто видеоға түсуім керек болды. Видеоға түстім болды. Ешқандай Сабинамен менде ешқандай WhatsApp-пен де, Instagram-мен де ешқандай сөйлесу жоқ. Айтып жатыр жаңа Айгерімді қайтарып сол қызбен танысқысы келеді, оны жылатып отырғысы келеді деп. Маған Айгерімнің ешқандай жылағаны керек емес. Мен Айгерімнің өзіне де кеше түнімен осы нәрсенің барлығын түсіндірген болатын баласыған. Не үшін жасалды, ол видео қандай мақсатта жасалды, қалай түсірілді, басынан аяғына дейін мен өзіне түсіндірген болатынмын. Аяулым өтінгеннен кейін деп, аяулым қорқытты ма сізді? Жоқ, ешқандай қорқыту болған жоқ, просто менен сұрады, осылай жасақ қалай болады. Әркім сондай өтініп сондай видео жасайық десе түсіре берсін бәркіммен. Жоқ, просто Саған просмотр маңызды ма или менің эмоция маңызды ма? сен маңыздысың мен үшін.